ең қымбат сатылған жұмыс ол заказ жұмыс болған. Шамамен бір $6000 сатылған да. Сол жұмыс ұнады. Осы баланы тауып берің деген. Олар айтты, қазақ па, қарақалпақ па, бір бала бар деген студент. Соны істеген. Тауып берің деп номерімді алып. Сөйтіп сол картинамды сатып алдым мен. Бұл искусство 19 ғасырда екіге бөлінді де технология пайда болғаннан кейін. Искусство уже ол эмоция менен адамның ішкі дүниясы болып қалыптасып кетті. Қазіргі күнде тек адамдарға тәсір қалдырушы бір майданға айланған да искусство. Көп художниктер қайтыс болғаннан кейін танылды. Художник бір жұмысын сатқаны менен ол сол уақытқа дейінгі болған тарихын, өзінің өмірін бәрін қосып сатады. Жұмыспен қосып. Себебі һәм жәмиеттегі нормалардан ваз кешкен алда жасайды ол. Советский музейі тек қана Қарақалпақстан, Өзбекстан емес, Орта Азиядағы ең ахметлі музейлерден бірі. Рус авангардының коллекциясының ахметі бойынша дүнияда Рус музейінен кейінгі екінші орында тұрады деп. Қымбат картина, музейде сақланатын картина сатылмайды, бағаланбайды. Музей Нөкісте жайласқан. Бір нәрсені Қарақалпақстан халқына айтып қойын. Музейдегі әрбір экспонат 100 мыңға жақын экспонат. Осы халықтікі. Сондай бір осы жерде халықтың мүлкі, әрбір адамның үлесі бұл. Сол жерде сақланып жатқан нәрсе. Менің атым Бақтияр, фамилиям Сирекеев. Мен художникпен Нүкіс қаласында жасаймын. Сол балалығымнан бері, 5 жасымнан бері сурет сызамын. Осы тарауда профессионал 10 жылдан бері шұғыланып келмектемін. Осы тарауға кіріп келуім бірінші кезекте менің қоршаған өзімді тәрбиялаған орталықпенен байланысты. Себебі менің әкем Базарбай Сирекеев, Қарақалпақстан халық художнигі, Қарақалпақстанға минет сіңген көркемөнер қайраткері, белгілі художник, тек қана Қарақалпақстанда емес, Өзбекстанда, дүние жүзінде белгілі художниктің 9-шы перзентімен, ең кішкентай баласымын. Осы шаңырақта туылып, сол кішкентай уағымыздан басылап, краскілердің арасында керамика деген тарау бар. Сол керамикада лайлардан кішкентай фигуркаларды істеп, сондай этюднигінің арасында мольберттің қасында ойнап жүріп өстік. Сол тарауда әзір 9 перзенттің ішінде бір ажағам бар еді, теберсін, ол Асан Сирекеев, ол қайтыс болып қалды. Содан кейінгі мен әзір осы тарауды давам еттіріп келмектемін. Одан кейін екінші ұстазым деп айта аламын, бұл Жеңіс Лепесов. Өзбекстанға минет сіңген жастар ұстазы, Қарақалпақстан халық художнигі. Ол кісінің қолында көркемөнер лицей интернатында оқыдым. Одан кейін көркемөнер колледжінде оқыдым осы тарауда. Одан кейін Камалдың Бекзат атындағы Милли суретшілік һәм дизайн институтының живопись қанегелігін бітірдім 2013 жылы. Һәм осы тарауды балалығымнан бастап үйреніп келатырмын, елде де үйренемін келешекте де. Сол бір өмір осы тарауда зерттеу алып барамын деп ойлаймын. Советский музейі тек қана Қарақалпақстан, Өзбекстан емес, Орта Азиядағы ең ахметлі музейлерден бірі. Бұл музей 1966 жылы ашылған. Бұл тікелей Савицкийдің өзіменен байланысты, себебі Игорь Витальевич Савицкий бірінші Нүкіске келгеннен кейін осы Қарақалпақ халқының миллилігіне қатты ықылас берген. Бұл музейдің тикар салынуының себебі негізінде осы бірінші болып Қарақалпақ қол өнері тикарында ашылған бұл музей. Одан кейін әсте ақырын басқа, мәселен, археологик артефактлар жиналған, одан кейін көркемөнер бұйымлары жиналып басыланған. Қазіргі күнде дүниядағы рус авангардының топламы бойынша, сақлануы бойынша дүнияда екінші орында тұрады. Бұл Рус музейі, Санкт-Петербургтағы Рус музейінен кейінгі екінші орында тұрады дүниядағы. Біздер көбінесе ойлайды, адамдар қандай қайсы бағдарда бұл екінші орында тұратын көпшілік білмеуі мүмкін. Бұл қайсы бағдарда деп сұрап қалса айтуға болады. Рус авангардының коллекциясының ахметі бойынша дүнияда Рус музейінен кейінгі екінші орында тұрады деп.
Бұл жерде қазір айтып өтемін. Негізінде бұл жерде рус авангардының коллекциясы дейміз. Бұл сол уақытта совет дәуірінде сол қадаған етілген көркемөнер стилі есептелінеді. Бұл авангард деген алдында деген сөзді аңлатады. Сол уақытта көркемөнерде алдында болған, жаңалықтар жарата бастаған художниклердің суретлері сақталынады. Сол уақытта совет дәуірінде ол кезде соцреализм деген бағдардағы істеген художниклер қолдап қуатланған тек қана. Ал өзінше басқаша жаңалық жаратаман деген қандай да бір әрқилы стильдерді өзін эксперимент қылып атырған художниклер көбінесе репрессияға ұшыраған. Қазір Советский музейінде сақланып атырған суретлердің авторлары да көпшілігі репрессияға ұшыраған художниклер есептелінеді. Мәселен, Курзин бар, кейіннен Лисенко бар, оның олар да репрессияға ұшыраған художниклер. Ең көп сол репрессияға ұшырағанlardan Курзин бар, ең көп қиналғаны. Одан кейін көп художниклердің направлениесі өзгеріп кеткен сол уақытта 30-шы жылдарда. Бұл қадағалау 40-шы жылдарға дейін давам еткен болса, сол уақыттағы советскийді бір ұлы тәрәплерінен бірі бұл сол художниклерді қандай да бір жағдайда құтқарушысы есептелінген. Себебі ол сол художниклердің жақынларынан өздерінің тікелей жұмыстарын сатып алып тұрған. Себебі бұл саясат тарапынан қолдап қуатланбаған бағдар болғаннан кейін ол художниклер соцреализмде істеуді қаламеген художниклер бар. Олардың көркем өнерін қолдап қуатлау оның үшін ахметлі болған, һәм оларды сақлап қалған, һәм қазір біздерге жеткізіп берген, һәм сол арқалы сол Советский музей дүния жүзіне белгілі. Көбісі мынандай болған жерлерден болған. Мәселен, Академия художеств деген бар. Соған апарған уақытта оларды, мәселен, бұл сурет емес, бұл буржуазия деп түйген жерлерден болған да, жұмысларды. Бұндай істемең деп. Сол уақытта Европада да сол направление рауажанып басталған 20-шы ғасырдың басыларында. Негізінде 19-шы ғасырда басталған бірінші импрессионисттер пайда болған уақытта. Импрессионисттер олар не үшін пайда болды? Олар фотоаппарат пайда болғаннан кейін бірінші кезекте солар пайда болды. Бұл фотоаппарат, олар искусствоны сондай көрсете жақ болған, оларда мақсат болған искусство суретлеу өнері деген. Бұл, аз орысша айтсам турлы болады, не только изображение, больше, чем изображение деген мақсат болған да. Изобразительное искусство это больше, чем изображение деген. Сол мақсатты алып барған. Ол импрессионисттер бірінші ұстаханаларында отырып сызбай көшеге шығып бастаған. Клод Мане, Эдуард Мане, Писаро деген художниклер бар. Соларды бірінші ашқан. Сол художниклер шыққан уақытта олар фотоаппараттан біздер тірі адам болып сурет сызып жатырмыз, біздердің парқымыз бар технологиядан деген. Сол уақытта олар басқаша көріп бастаған. Тек табиғатты тікелей көшіру емес, өзінің ішіне өткізген алды. Импрессионизм деген өзі бірінші тәсірлену деген, впечатление деген мәністі білдіреді, француз тілінен алынғаннан. Сол уақытта бірінші выставка берген уақытта сол подвалда берген. Сөйтіп, ол уақыттың бай адамлары, интеллигентлері енді қазір рамка, қымбат, золотистый рамкалерге салынған картиналарды көреміз, бай адамлардың портретлерін көреміз деп келеді. Қараса, суретлердің көпшілігі рамкада қылынбаған, қалай болса солай ілдірілген болып тұрғанда. Содан кейін оларда бір ұлыма бум болады да оларда. Сөйтіп сол уақытта бір журналист жазып шығады. Ля импрессион деп. Сол уақытта впечатление деген мақала жазады. Содан кейін олардың аты шығып бастайды. Көп уақытқа дейін таналынбайды, бірақ олар қатты критикаға ұшырайды. Бірақ содан кейін әстен постимпрессионисттер пайда болады. Мәселен, Ван Гоглар бар. Одан кейін сюрреалисттер, кубизм пайда болады, Пикассолар, Сальвадор Далилер 20-шы ғасырда. Бұл искусство 19-шы ғасырда екіге бөлінді де технология пайда болғаннан кейін. Искусство уже ол эмоция менен адамның ішкі дүниясы болып қалыптасып кетті. Қазіргі күнде тек адамларға тәсір қалдырушы бір майданға айланған да искусство. Енді ол қандай жанрда, қайсы стильде істеуіңе байланысты да. Алла прима деген ұсыл бар.
бул усулда істесең алла прима деген тез істеу деген да. Тез құрмай тұрып тез жазып тастау керек. Классический неде бағдарда істесең болады, оның өзінің технологиясының парқы бар. Мәселен, бірінші сізге классический академический несін айтып берейін. Бірінші кезекте адамда бір нәрседен тәсірлену керек художник. Сол тәсірленгеннен кейін ол теманы қайтып алып шығамын, сол теманы қайтсам тамаша көй тәсірленеді деген затты. Содан кейін оған бірінші кезекте кішкентай мәселен форматта, өзінің форматында пятно деген зат бар, дақ мәселен. Дақлар арқалы композиция шешіледі, бірінші композиция түзіп алынады. Дақпенен, әрқилы формаларменен. Оның ішінде еле адамам жоқ, предметам жоқ, еш нәрсе болмайды. Содан кейін дақларменен шешіп алғаннан кейін ең қызық дақлардың жайғасуы, 4-5 формат болса, 4-5 форматтың ішінде дақлардың жайласуын тауып алғаннан кейін, одан кейін барып, оны реңде шешіп аламыз. Бірінші кезекте картинада форма деген нәрсе ең ахметті нәрсе. Форма қатты тәсір ететін зат адамға. Форма жақсы шешілмеген болса, рең оны құтқара алмайды. Одан кейін реңменен шешіп алғаннан кейін, рең тон болады, сая жақтылығы, оның бір-біріне болған қарым-қатынасы бәрін шешіп алғаннан кейін, одан кейін этюд жазылады. Этюд деген тез жазылатын, сол жердегі не дейді, құбылыс, жағдай, состоянияны тұтып алу үшін, сол картинада қандай состояние болады, соны тұтып алу үшін материал жиналады. Как ilmiy жұмыста айтады бұлан, материал жиналады, этюдлар жиналады, қайсысы сол сіздің темаңызға мас келеді, соны сайлайсыз. Одан кейін және материал жинау болады, ода қай жерде адам болса, адамның сондай болып тұрған фигурасын этюдін жазасыз, я болмаса наброскасын істеп аласыз. О материаллардың бәрін жинап келгеннен кейін, этюдлар, наброскалар бәрі жиналғаннан кейін, үлкен картинаға отырып, солардың бәрін жайып отырып, соларға қарап картина жазылады. Осы процесс академический, осы процесс сөйтіп давам етеді. Қазіргі күнде картина деп біздер қатып қалғанбыз. Картина тек қана картина емес, қазір оның бағдарлары көп искусствоның ішінде. Видео арт бар, фото арт бар, инсталляция бар, кейінен не бар? Перформанс. Перформанс деген, өзі перформанс деген английше сөз, бұл перформанс деген бұл сахналық көрініс. Сахналық көріністер бар. Мәселен, қазіргі күнде, мәселен, заманауилеу, жеңілеу түрлері бар, пранк дейді. Солар искусствоның бір направлениесі. Ол 20-ші ғасырда шыққан, соның давамы, бірақ оның кеуілашар түрі болып кеткен да, пранклар. Сол негізі бірінші искусство пайда болғанда 20-ші ғасырларда. Сол направлениелердің түрі көп. Bir картина жазу, бұл бір кішкентай бір түрі да бұл. Ол картина жазудың әрқилысы бар. Біреулер тез жазады. Мәселен, Джексон Поллок ұлыма ешкіз ешнәрсе істемеген. Ол тек тамызып сызған мәселен. Тек красканы ұлыма холсқа тигізбеген да. Ешқандай тигізбей істеген деп қарасаң деп просто красканы жағылып тұрыпты. Джексон Поллок деген. Басқа Ван Гоглар бар, олар табиғаттан тікелей тұрып сол жерде істеген постимпрессионист художник. Әрқилы ол, әрқилы. Сіздің өзіңіздің қайсы стильде алып шыға жақсы теманы, соған байланысты. 10 минутам давам ету мүмкін, 5 минутам давам ету мүмкін. 1 жыл, 2 жыл, 10 жыл. Мәселен, Иванов деген художниктің Явление Христа народу деген картинасы бар, 21 жыл істеген. 20-21 жыл істеген. Сол картинасы, мәселен, сол Иисус пайғамбардың сол халыққа көрінген жері, соған 20 жыл давамында материал жинаған, сол бір картина үшін. Сондай давам ету мүмкін қалегенше. Енді азыр менде художниклердің атлары жоқ, ана кімдер бар еді кейінгі заманауи, азыр бірақ олар қаттыға жесткий да. Шешініп жаңағы қолайсыз затлар сөйтіп өзін жаңағы ана не болады ғой? Заборларда болатын еді андай тікенеклі заборлар. Соның ішіне орап тастаған, мәселен, площадьта, Красный площадьта, не? Москвада. Сондай нелері бар, түрлері бар. Олар перформанстың бір түрлері да. Пранк деген сол жәметтегі адамдардың реакциясын үйрену үшін сол 20-ші ғасырда солар болған да сондай.
автобусқа кіріп алып бір нәрсе қылады, нестандартный зат қылады. Солардың адамдардың эмоциясын үйрену үшін істеген. Оларды художниклер бастаған бірінші болып. Қазіргі күнде блогерлер давам етіп жатыпты. Көбісі болған негізі. Мәселен, пранкқа ұқсаған нәрсе бар. Советский Союздың уақытында да, мәселен, не қатты қадағаланған, соцреализмде болған дейді ғой, бірақ Сталиннің өлімінен кейін Хрущевтың уақытында сәл еркіндік бергенде, сол уақытта 60-шы жылдардың художниклері де шығып келгенде қайтадан. Сол репрессияға ұшырағандар қайтадан сол бұрынғы стиліне қайтып қайтадан істеп бастаған. Содан кейін және басыланған. Одан кейін жаңағы мәселен мәйек қойып отырған художниклер тауыққа ұқсап. Сондай нелері бар. Және бір олардың перформансы бар. Олар тоғайға шақырған адамларды, тамаша көйлер тоғайға шақырып, сол жерде СССРдің уақытында білесіз ғой, бюрократия күшті болған, әммеге справка жинайтын болған. Біздер жақынға дейін давам етіп, сол справка жинайтын болған. Сөйтіп олар художниклер еш нәрсе істемеген, тек тоғайдан шығып келген да, шығып келіп әммеге справка тарқатқан. Сіз явлениенің куәсі болдыңыз деп печатларды басып, официально сондай қылып, әмме зрительге жаңағы справкалерді берген да. Ол бір жағынан степ, Советский Союздың үстінен, бір жағынан искусство. Мен оқыған оқу орнында бірінші кезекте біздер бұйымларды үйренеміз. Бұйымларды қандай формаларын, олардың сая, жақтылық, композицияны үйренеміз. Соның менен бірге біздерде адам анатомиясын үйренеміз да. Адам анатомиясы деген бұл медициналық жақтан емес. Медиклер ол басқаша үйренеді. Олардың медиклердің кітаптары бар анатомия бойынша. Оларда ішкі құрылысын үйретеді, олардың қандай функциясын үйретеді. Біздерде пластик анатомия деген анатомияны өтеміз. Пластик анатомия деген адам қимылдаған уақытта бұлшық еттер қайтып қимылдайды оның. Олардың жайғасуы қандай бұлшық еттер бар, қандай формаға ие. Солар әрқилы бұрылған уақытта қандай форманы өзіне иелеп алады. Соларды үйренеміз да. Соның үшін біздерде сондай сабақлар бар еді. 4 жыл давамында оқуға тапсырып отырған уақытта да жалаңаш адамның суретін сыздық. Соған қарап, адамның, художниктің қаншелі дәрежеде қабілетлі екенін осы адамның, жалаңаш адамның суретін сызған уақытта білуге болады. Біріншіден ол анатомияны қандай дәрежеде біледі, екіншіден ол рисункасы қалай қайтып сыза алады, үшіншіден тен, жақты, саяны қайтып қандай дәрежеде не қылған, одан кейін реңменен қайтып адамның формасын шығарып бере алады. Соны 4 жыл давамында біздер жалаңаш өзі сол жерде кәсіп бар, соған айлық төленеді бір адамға. Сол адам мәселен сағатына пәлен сомнан отыратын болса, әр 45 минуттан бір 10 минут 15 минут демалып алып давам етіп кете береді. Бұл жерде жалаңаш адамның курсқа қарап бөлінеді. Мәселен, бірінші курста адамның көкірегіне дейін үйренеміз, одан кейін бел, тізеге дейін, одан кейін полный адамның денесін оны әрқилы қылып қойып, композицияда компоновкалеп, соны анатомиясын үйренеміз да жалаңаш адамның. Ол әйел ме, еркек пе парқы жоқ. Біздердің мақсатымыз соны пластик анатомиясын, адамның құрылысын үйрену. Бірінші кезекте художник сыпатында айтуым мүмкін. Бірінші кезекте ол адамның жалаңаш денесі ең сұлу нәрсе ол. Табиғат тарапынан жаратылған, табиғатта эволюциямен осындай бір идеальный болып жаратылған адамның денесі сондай сұлу нәрсе. Оның саялары, оның оттенкілері, қандай қимылдауы, соның өзі бір как художник қарайтын болса, 1000 түрлі реңінен беруге болады да оны. Ол ең сұлу нәрсе, одан ұялатын нәрсе емес. Әмме жалаңаш болса бір-біріне ұқсайды. Оның әммеде бар нәрсе. Оның сен сурет соғып атқан уақытта сенің диққатың бөліну мүмкін емес. Сенің мақсатың басқа. Сен соны суретлеу мақсатың. Ондай уақытта диққат бөліну мүмкін емес. Ондай диққат бөлінген адамды көрмеген мен, мен институтта оқыған уақытта. Бірақ көп адам ойлайды, сондай диққатын бөлініп кетуі мүмкін. Бірақ ондай болуы мүмкін емес. Сен сурет соғуды үйрену үшін барған үшін ондай нәрсе болмайды. Оны ұсыл дейді, нью деп айтады оны көбінесе. Нью деген сол жалаңаш адамның. Бірақ оны
Хамме художник істеген, себебі сол уақытта өзінің дәуіріндегі идеал әйелдің денесін көрсете жақ болған. Рубенстің уақытлары бар, Рубенстің онда толық семіз әйелдер. Сол не дейді? Хамме сол терекелер сондай әйелдерді жақсы көрген. Рубенстің жұмыстарын көрсеңіз, хамме әйелдер семіз. Әстен арқыласып келгенде біздерге дейін. Голый отырады. Толық шешініп отырады. Еркектер жауып отырады. Мүшесін жауып отырады ма? Еркектер жауып қояды, әйелдер жауып қоймайды. Әйелдің тәсірленіп кеткенін білмейсің ғой оның. Еркек адамдікі білінеді. Әрқилы жағдай болу. Соның үшін жауып қояды. Енді сол художник әртараплеме болғанда, ол уақытта Флоренцияда Да Винчидің уақытында әрбір студент сол нәрселерді үйренген. Біздерге тек Да Винчидің аты шығып кеткен үшін соның қолданбалары, оның минетлері көп біздерге танықлы да. Негізінде сол уақытта әрбір оқушы ұстаханада оқыған. Солардың бәрі сол нәрселердің бәрін үйренетін болған да. О Да Винчиден көрі оның қасында Микеланджело бар. Микеланджело анатомияны жақсырақ білген де негізінде. Оның скульптураларын қарасаң, мәселен Давид деген хайкелі бар. Сіздер көрген шығарсыз, ана мұрын, көз, ауыз отдельно тұрады ғой, бір констабарға кірсең сондай болып тұрады. Кейін біреудің басы бар, мәселен Давидтің басы да. Ол идеальный адам сипатында, пропорциялар түзеу адам сипатында қабыл қылынған. Академик мектепте оқытқан уақытта соның мұрны Давидтің мұрны, сол Микеланджело істеп кеткен Давид бар ғой, соның қалпінен алынған Давидтің мұрынсыз үйренеді, көзінсіз үйренеді, сол Давидтің аузын, құлағын, соны сызып үйренеді, соған қарап. Бірінші кезекте сурет қайтып бақыланады. Бірінші кезекте оның үшін арт базар керек. Қайсы мемлекетте болсын, арт базар болады. Сол уақытта сол жерде художниклердің қаншалықты дәрежеде қанша выставка берген, қандай жаңалықтар жаратқан, өзінің ұсылына ие ме, басқалардан ажыралып тұруы, кейіннен халықаралық выставкаларға қатынасқан ба, қандай орны бар, солар. Оларды искусствоведлер біледі. Одан кейін арт-дилер деген кәсіп бар. Біздерде мейлі ешкім танымайды ма, ондай арт-дилершілікпен шұғылданатын. Соған қарап бақыланады. Мәселен, айтатын болсақ, Ван Гог өзінің дәуірінде жұмыс сатпаған деп айтады. Негізінде жұмыс сатылған. Бірақ сол уақытта одан кейін оның ажағасы Теоның әйелі жұмысларының бәрін сатып жібереді коллекционерге. Ол коллекционер өзінің ядынан романдай қылып Ван Гог хақында жазады. Сөйтіп ол бестселлер болып кетеді. Содан кейін Ван Гогтың аты шығып, оның жұмысы қымбатлап бастайды. Енді коллекционер қымбатлау сату үшін оны пропаганда қылады. Сөйтіп қымбат болып кетеді картиналары. Мәселен, Мона Лизада ең дұрдана шығармалардан болып келген, бірақ 20-ші ғасырға дейін. 20-ші ғасырда сол басыларында 17-ші жыл еді, сол уақытта ұрланады. Ұрланғаннан кейін әрбір газетте Мона Лизаның портреті шығып бастайды. Әмме жерде дүния жүзі біледі оны, Мона Лизаны танып бастайды. 2 жылдан кейін сол жерде істеген өзінің сотруднигі ұрлап кетіп кроватының астына сап қойған болады да. Сөйтіп шыққаннан кейін соны алып келгені, 2 жыл күткені, 2 жыл давамында әмме газеталарда жазылғаннан кейін әмме Луврге барып бастайды сондай болып. Одан кейін охрана күшейтіледі, сондай бір искусствоны сөйтіп көтеріп бастайды да. Мәселен, Сальвадор Дали жұмысыңды қаншаға сатасаң деген уақытта $1 миллион деп айтады. $1 миллион деген сөзді айта алмайтын болғанда художниклер. Бірінші болып $1 миллион сатаман дейді. Оны ешқашан бір басқарып болатын зат емес, ол ұшып кете береді. Бағасы артып бара беруі мүмкін. Классический жолы бар, сол выставкаларыңа қарап, қатынасқан нелеріңе, басқа өзің тұтуыңа, өзіңнің образыңа қарап, сондай болып сатылады. Мәселен, Өзбекстанда өзінің бақалау несі бар біздерде. Мәселен, художник өзін бақалап өзі сата береді әзір. Қалеген бақаны қойып сатуы мүмкін. Бірақ соған инсаппенен стоящий зат істелген болу керек та. Енді ең қымбат сатылған жұмыс ол заказ жұмыс болған. Шамаменен бір $6,000 сатылғанда, бөліп ақшасын алғанмын. Сол картинасы Қазақстанда
сакланады бул картина. Бул заказной болгон үчүн атын айтпай койгон картина. Ол реализмде исленген. Сол убакта мени заказной жаллап алып кеткен. Мен Астанада 3 ай жасаганмын. Сол жерде устакана берип, сол квартира берип койгон, сол жерде иштеп. Одан кийин жана 2 жылга алып калган мени башка жумушларды истеуге. 3 жылдай жасадым сол жерде. Жак, мен енді о вакытта студент едім да. Мен қазір $6,000 десе істемеймін. О вакытта студент едім. Көп бақшы да. Мен о вакытта студент едім. Сол менің бір жұмысымды көріп қалған, көргізбей қойғанмын. Конечно, о вакытта мен өзім басқашалау стильді баслап атқан уақытым 2014 жылы. Сол вакытта академический школаны үйрететін мұғалімдерім онша ұнатпаған жұмысларым бітпеген, ондай деген. Бірақ сонда да қылмай мен өзім қырсық едім. Барлық жұмысларымды алып академияға жастар көргізбесіне апарып тапсырдым. Сөйтіп содан кейін көргізбе болған, одан кейін жинастырып қойған ол жұмыслар. Сөйтіп Қазақстаннан сол қонақлар келген. Сол уақытта көріп атырып, мына жұмыс ұнады, біздің тойға деген картина бар еді. Сол жұмыс ұнады. Осы баланы тауып берің деген. Олар айтқан, қазақ па, қарақалпақ па, бір бала бар деген студент. Соның істеген. Тауып берің деп номерімді алып. Сөйтіп сол картинамды сатып алды мен. Сөйтіп менімен байланысты. Сондай Астанаға кеп кете аласаң ба, сенімен танысып жақпыз авторменен. Мен просто гәп деп ойладым. Сөйтіп кейінен растан секретар звонок етіп маған, қайшы уақыт кеп кете аласыз, самолетқа билет жіберейін. Сондай деп. Жақсы дедім. Сөйтіп бардым, таныстым, сөйтіп маған заказ ететін болды картинаны. Сөйтіп суммасын айтқаным жоқ. Кейін бітіргеннен кейін айтаман деп ойлап айтты, сондай ұсыныс келді. Ол уақытта атын айта берейін енді. Қазақстанның сол уақытта президенті еді, Нұрсұлтан Назарбаевтың портреті. Соны заказ ете жақ болды. Сөйтіп сол портретті істеу үшін көп, енді мен одан кейін өзім таяр болған уақытта бараман дедім, оқуларымды бір жағына шығарып, сөйтіп барсам жаңағыдай зор квартира, мені Land Cruiser'лермен күтіп алып, мен енді баста бірінші барғанда хайран қалды, сен кішкентай бала екенсің ғой, мен сен жаңағы бір очки таққан бойы кішкентай батан деп ойлап едім. Сондай гәплерім болған. Сөйтіп зор квартира алып берген центрдан, сол жерде алып берген арендаға да. Сөйтіп сол жерде ұстахана шөкемлестіріп, мені алып жүретін адам, краскіге, болмаса бір материал керек болып қалса, президенттің өзінің бірінші нелеріне бардық, отырған жерлеріне, Астанадағы резиденциясына. Сол жерлер бәрін үйреніп, кітапларды, оның кітапларын оқыдым, сөйтіп таярланып, одан 3 айдан кейін бітірдім. Яқ, мәселен, суретін соғуға болама деген сөз, мәселен, менің бірінші Астанаға барғандағы сұрауым бар еді. Үлкен зданиялардың қасында суретке түссем болама деп охраналардан сұрап жүретінім. Қалекеңше сыза бересің. Ол еш запрет жері жоқ. Сөйтіп сол мен президентке емес, сол жердің музейіне естелік сипатында тапсырды. Сол жердің мемлекеттік музейі бар, Қазақстан мемлекеттік музейі, ұлттық музей дейді. Сол музейіне подарка тапсырған. Одан кейін мені және 2 жылдан көп алып қалды, где-то 2,5-3 жылдай сол жерде Астанада жұмыс істедім. Мен Қазақстан тарихы бойынша иллюстрация істедім. Сол жаңағыдай обеспечить етіп қойдым мен. Содан кейін енді студент баламан сондай бір хүрмет, не қолап қуатлау болып атырды. Мәнсіз сурет деген сөздің өзі қызық сөз. Мәселен, художник айтуы мүмкін, менің суретімнің мәнісі сода, оның мәнсізлігінде деген сөз бар да, мәселен. Оның өзі бір мәнс, оның өзі айтажақ болған гәпі. Художник қашан бірінші болып, бірінші гәпті бірінші болып айтып шықса, басқаларға ұқсамаған нәрсені істесе, һәм оны искусство екенін исбатлап беру керек ол. Бұл искусство деп, не? Сол нәрсе, негізі художниклердің сол істеген затлары басында әмес абсурдный болып түйілген да халық үшін.
Бұл мәселен ояқта да гәп болған, біздердің менталитетімізге тура келмейді, мәдениетімізге тура келмейді, үрп әдетімізге тура келмейді деген нәрселер. Художник деген өзі алдында жүретін адам, ол халықты сәл бұрады басқа жақларға. Мына жаққа да түбар қаратың, мынаған болуы мүмкін. Сіздер бұл не десек болады, жаңалық жаратады ғой адамдар, художниклер. Соның үшін көп нәрселері бірінші баста тән алынбайды. Көп художниклер қайтыс болғаннан кейін тән алынады. Мәселен, шашырат жібереді деп жатыр. Шашырат жібергенменен бірінші шашыратқан адам бар, Джексон Поллок. Сол өзі қатты өзін іздеп жүрген уақытта Гугенхайм деген Гугенхайм музейінің основательдері бар. Соларменен танысып, сол уақытта ұстахана беріп қояды. Сол ұстаханада отырып істеп жатырған уақытта краска тамып кетеді холстқа. Тамыз, уже ода концепция пайда болады. Ешқашан кистті холстқа тигізбеймін деген. Ол холсттан шығуы художниктің уже холсттан ұзақласуы, еркінлесуі, және де еркінлеу болуы да. Сөйтіп, мәселен, сіз әзір істеуіңіз мүмкін, сөйтіп жайып. Бірақ сіз оны 100 жылдан кейін, 50 жылдан кейін істеп атқан боласыз да. Соның үшін бірінші істеген адамдікі қадірленеді. Бірінші не зат істесе де, қандай абсурдный зат істесе де, халықтың пікірінде, болмаса жәмиеттің пікірінде сондай абсурдный зат істегенменен, сол бірінші істеген адам болса, соны искусство сипатында алып кіре алса, и оған қайсы этаплардан өтіп жетіп келгені де ахметлі. Художник бір жұмысын сатқаныменен, ол сол уақытқа дейінгі болған тарихын, өзінің өмірін бәрін қосып сатады, жұмыспен қосып. Себебі әмі жәмиеттегі нормалардан ваз кешкен алда жасайды ол. Мәселен, басқа тарауда да істесе нормальный айлық, нормальный ақша табуы мүмкін. Бірақ солардың бәріне ваз кешіп, тұстарауды сайлағаннан кейін, оның өміріменен бірге жүреді. Картинасы, өмір баяны, оның қандай этаплардан өткені соларменен байланысты да. Мәселен, көп художниклерге не қады, бір история бар, айтып берейін. Кімді айтады? Репин ақында да айтады, Пикассо ақында айтады. Репин ақында айтып берейін. Сол бір адамның портретін істеп атқан уақытта, портретін істейді, тез істейді. Сөйтіп, пәленбай мың сом деп айтады. Сол уақытта заказчик, ал сен 15 минутта істедің ғой бұл портрет дейді. Сол уақытта айтады, менің бұл портретті бір өмір һәм 15 минут істедім деп айтады. Сондай жағы бар да художниктің. Оның репутациясы, жасауы, сол жәмиетті, сондай суровый жәмиетті, сол қазіргі күнде ешкімге онша көпшілікке керек емес болған тарауда тірі қалуы бірінші кезекте. Художник сипатында тірі қалуы. Басқа тарауға өтсек күн көріп кетеді, бірақ художник сипатында тірі қалу керек. Өгіз картинасы Василий Лисенко деген художник істеген. Ол художник проводник болған істеген, репрессияға да ұшыраған. Бұл картинасы ең, не дейді, советский өзі оның ажапасынан барып Ташкенттен алып келеді. Бүкіленген алда болады. 5 жұмысы. Сол жұмыстар бүкіленген алда алып келіп, ертесінен сразу Москваға қарап ұшып кетеді. Сөйтіп көп жылдар давамында ол жақта реставрация қылып тікленеді ол жұмыстар. Солардың біреуі сол өгіз деген картина. Өгіз деген картина сол реставрациядан кейін алып келінгеннен кейін көп тартыстарға не болады. Ол бір кездері сол өгіз деген картина сол художниктің бір искусствоведлер айтады, ол художник авангард деген жанрды тоқтатуы дейді. Ана екі көз бар, қара. Сол екі жаңа мылтықтың ұшы деп. Сол авангард, өгіздей болып өкіріп тұрған авангард жанрын тоқтатуы дегендей. Сондайда көпшілікте түсінік болады. Бірақ советский ақыл адам болған, ол картинаның атын бір кездері документлерде өзгертіп қойған. Фашизм не пройдет деп. Фашизм өтпейді. Фашизмді өткізбейміз деген атпенен қабылдап алады. Сөйтіп, сол уақытта искусствоведлерге бұл жаңағы аспаннан түскен іблістің бір сәулесі, я басқа нәрсе деп айтады. Бір искусствоведлер айтады, оның шақасындағы жаңағы байрақларға ұсаған элементлер бар.
супрематизмнің сол элементтері арқылы ол дүниежүзілік ұрысты болжаған деп айтады. Сондай да нелері бар. Бірақ мен художник сипатында айтатын болсам, жүдә бір жүдә бір нәзіктікпен істелген картина да ол. Оның ішінде не бар десек болады. Неше реңлерді сондай дәрежеде қанша техниканы қырып істелген, әрқилы затлар, әрқилы краскілерді араластырып эксперимент қылып, сондай жақсы көріп майдалап істелген. Қаттыға художник сипатын айтатын болсам, оның композицион жайғасуы барлығы да бірінші кезекте эстетик жақтан жүдә бір живопистің бір басқаша бір несі дейді, ұсылында істелеп шыққан художник сипатында да ол. Оның 5 картинасы болса, барлығы нүкісте сақланады. Оның және апокалипсис деген картинасы да бар, олан басқаша. Ол менің ойымда Лисенко деген адам қаттыға наситинный дейді, қатты көп нәрселерді білген, оқыған адам деп білемін. Себебі оның сол апокалипсис деген картинасында қарасаң сол адамдардың алғашқы дәуір, маған көбірек ұнайтын сол апокалипсис алғашқы дәуірде жүрген адамдар бар сол уақытта. Картинаның ішінде не? Hem заманауи корабльдер жүріп соң арасында кішкентай фигуркалар бар. Соларды әстене үйреніп шықсаң, жаңағы сол дәуірде жасап жатқан адамдардың әрқилы бір дәуірде жасағанымен әрқилы дәуірде жасап жатқан бір басқаша көрсетіп берген, әрқилы сана сезімменен әрқилы цивилизацияда жасап жатқан. Ол көп нәрседен хабары бар адам болған, соны олыста көрсетіп берген да соны. Не үшін ол қатты қадірленеді дейді, бұл музейдің визит карточкасы деп айтылады. Себебі бұл картина уақытында алып тасталғанlar деп айтқан, алып тасталанбаған, сөйтіп қайттан қойған, комиссияға жасырылған, сөйтіп қатты бір тартысуларға себеп картина. Бұл жаңағы Малевичтің черный квадратына ұсап көп нәрселер, көп адамларды екіге ажыратып тастайды. Бірақ енді бұның өгіз картинасының несі көбірек позитив біздерге энергия береді. Малевичтің картинасы адамдар сразу екіге бөліп тастайды. Соған мен айта жақ болған затым сол нені адамларға не дейді, сәубетлесу үшін бір центр вазипасын атқарады. Негізі суреттеу өнері искусствоның мақсатында сол. Қымбат картина. Ол музейде сақланатын картина сатылмайды, бағаланбайды. Ең қымбат деп айтылуы бұл қамсыздандыру дейді, страхование суммасы ең қымбатлардан біреуі. Себебі бұл музей нүкісте жайласқан. Бір нәрсені Қарақалпақстан халқына айтып қойын. Музейдегі әрбір экспонат 100 мыңға жақын экспонат. Осы халықтікі. Оны басқа жаққа ешкім алып кетуге мақсат жоқ, оны сатуға мақсат жоқ. Соның үшін сонша 160 адам отырып Советский музейде жұмыс істеп, соны қорғалап отыр, халықтың мүлкі болып. Ешкім мемлекет сатып жібере алмайды оны. Сондай бір осы жерде халықтың мүлкі, әрбір адамның үлесі бұл. Сол жерде сақланып жатқан нәрсе. Соны түсіну керек, халық соның мақтану керек, соны пропаганда қылу керек. Солардың заты, халықтың заты. Енді бұрынғы художниклерді айтатын болсам, сол уақытта алдағы не дейді, алдында авангарды болған художниклер, сол өзімнің әкем Базарбай Серекеев, кейіннен скульпторды айтып кетейін, Жолдасбек Құттымұратов бар, және бір художник бар, Қарақалпақтың Гогені деп айтады, Озақберген Сапаров. 3 художник айтады. Бірақ қағалары да көп, бәрін айта берсем де. Қазіргі жас художниклердің ішінен, қазір шығып жатқан художниклердің ішінен біздер қазір 4 художникпіз. Өздеріміздің не дейді, өздерімізді көбірек пропаганда қылғымыз келеді. Біздер 4 художник болып шығып жатырмыз. Осы неоэкспрессионизм деп атап жатыр біздердің ұсылымызды. Сол Тимур Шардеметов бар, Саламат Бабажанов, Наурыз Айтмұрат, 4-өміз. Одан басқа істеп жатқанлардың ішінен Ажнез Құдайбергенов бар. Жақсы художник Мұрат Құдайбергенов, портретист художигіміз бар еді, соның баласы давам етіп жатыр. Кейіннен Қазақбай
Кожамұратов бар жастардың ішінен, кейін одан кейін Сабырбаев Сайтбек бар, және көп біздер әзір жастардың ішінде дым көп художниклер. Діни тараптан адам портретін сызу мәселен деп ойланып қарайтын болсақ, тарихты үйренетін болсақ, Камалдың Бекзат деген художник болған, біздердің институттың аты қойылған. Олам Алишер Ноғаймен бір дәуірде сурет сызған, адамның суретлерін сызған. Сол уақытта ондай бір қадағалау болмаған мәселен. Кейіннен Алланың 99 мұсылман дініне қарайтын болсақ, қазір сіз мұсылман дінін айтып жатсыз ғой. Мұсылман дініне қарайтын болсақ, ода Алланың 99 атының біреуі Мусаввир деп айтылады. Ол художник деген да. Мусаввир деген художник деген сөз. Ол кәсіпті елі бір үлкен бір не дейді, сауап есептелінеді. Оны қадағалау не басқа нәрселер мен ойлаймын, кейіннен пайда болған нәрселер деп ойлаймын. Оны мәселен ислам дінінде, мұсылман дінінде оны суретін сызып, сыйыну қадаған. Оны ілдіріп қоя басқа нәрсе емес. Біздер шашал десе басалыған жақсы көреді ғой. Әміз запрет болды. Негізінде ол пайғамбардың уақытында өзі айтқан жаңа. Сол уақытта көп құдайлық болған, әрбір үйде өздерінің терракота деген хайкелдері болған. Мәселен, олар енді ислам діні енді кіріп келіп жатырды. Оларға таза дін кіріп келген, олар бұрынғы құдайлары бар олардың. Әрбір үйдің өзінің құдайы бар. Әрбір үй әр жылы хайкел жасап сыйыну мүмкін. Соларды құмсай берген да, бәрі таза дін кіріп келген, бірақ алдыңғы дінін құмсаған. Сол уақытта соған сыйынып, сондай қыла берген үшін сондай қадағалау жарияланған, сондай сыйынуға болмайды, хайкел жасап сыйынуға болмайды. Содан кейін созат неге тұр әзірге дейін давам етіп отыр, мен түсінбеймін созатқа. Бұл тарау бірінші кезекте сіздің қайсы бағдарда кетіп баратқаныңызға байланысты. Мәселен, искусствода жаңалық жаратамын десеңіз, сәл қиынлау болады. Бірақ әмбеге ұнайтын суретлер сызыбам, мәселен, қосушыларда тойға шығып жүреді, сондай болуым жақсы жасауға болады. Мәселен, заказларыңды істеп, пейзажыңды істеп, портретіңді істеп жүріп, жақсы жасауға болады. Бірақ қандай да бір жаңалық жаратамын, сол искусствода өзімді қандай да бір этапларға алып шығамын десең, сәл қиынлау, себебі бұл қымбат удовольствие есептелінеді. Әмме дәуірде художниклік бұл қымбат тарау есептелінген. Краскінің бағасы, холстың бағасы, оны қаплау, қандай дәреже қаплау, ол жасау керек. Тем более ол көп уақыт істенетін нәрсе да. Соның үшін және конкуренция күшті бұл тарауда. Мәселен, жылында қанша адам бітіріп шығады, менің группамда да неше адам бір бөлімнің бір направлениесі бойынша бітіріп шыққан адам 15 адам да. Қазір бірақ көбісі енді мұғалім болып істеп айлық алып нормально жасап жатыпты, бірақ нағыз дөретушілікпен шұғылданып жатқанлары ішінде санаулы да. Біреу екеу десек болады болған. Оның ішінен көбінесе көбісішілігі барып мұғалімшілік танылайды. Басқа художниктің мына жерге барып жұмыс істейді деген жері жоқ ұлыма. Мәселен, станковый живописті бітіріп шығады, ол барып бір жерге бар жұмысқа жайғасатын жері жоқ та. Юристікі бар, экономистікі бар, басқа тіл білетіндердікі бар, басқа әмме тараудың өзінің бар жұмыс істейтін жері бар да. Бірақ художник болып шықсаң, барып жұмыс істейтін жерің жоқ та сен. Анық белгіленген. Және педагогикаға оқып, және мұғалім болу керек. Және өзіне соған художникті қайттан оқытып шығару керек та. Оның бір анық жұмысы жоқ. Өзі еркін болып, өзінің атын шығарып, өзіне арт-дилер, өзіне искусствовед, өзі пропаганда қылып, сөйтіп художник сипатында қалыптасып жасап кетуі мүмкін. Суретлеуге жастарды бірінші кезекте өздері қалау керек. Қазір қызығушылық болып жатыр, себебі
адамдарда үміт пайда болып жатыр. Мәселен, менің әкемдерден кейінгі орта жастағы адамдар бар ғой, сол уақытта ұлыма жоқ болып кеткен художниктердің бәрі. Жоқ болып кеткені художник сипатында жоқ та. Мәселен, Қазақстанға көшіп кеткен, я Россияға кетіп қалған, басқа тарауға өтіп кеткен, бизнеспен шұғылданып кеткен. Мәселен, ортада үзіліс бар. Менің әкем менен қазір жастардың арасында тек 1-2 художник бар сақланып, сол ұстарауда ұсталып қалған. Олар экономикаға байланысты мемлекеттегі. Экономикасы қанша көтерілсе, сонша осы искусствоға, мәдениетқа болған қызығушылық пайда болады адамдарда. Театрларға, киноларға барып бастайды. Қарны тойғаннан кейін, адам жаңағыдай машиналарын алып, пәмезатларды бітіріп болғаннан кейін, жайларын істеп болғаннан кейін искусствоға түбәріп бастайды. Содан кейін барып ұстарауға қызығушылық пайда болады. Жастар көреді художниклер. Күн көріп атырыпты, андай жақсы жасап атырыпты, сондай ат шығып атырыпты деген. Сондай оларға да үлгі керек бәрібір. Құрдан құры энтузиазм менен істейтін художниклер кемден кем. Мәселен, өзіне өзі соны сақтап қалып, чисто энтузиазмда ұстарауды жақсы көрген, қатты жақсы көрген. Бірақ сондай художниклер болған жақсы. Қиын дәуірден шыққан художниклер болса, жаңалық жарататын художниклер болады. Бірінші кезекте мен адамлардың көбірек ілімменен шұғылдануын қалайтын едім. Кейіннен қайсы тарауда жұмыс істесе де, сол тарауды шұғыр үйреніп, өзің тарауында ең күштісі болып алуын қалар едім. Одан кейін адамдар көбірек өзінің денсаулығына әтібар беруін қалар едім. Бірінші кезекте денсаулық бірінші орында тұратұғын, соны сақлауын қалар едім. Өзімнен күтіп қаламын сол нәрсені. Сол нәрселер ілім раважланған жерде экономика да раважланады, басқа нәрсе де раважланады. Тек қана қол минетіменен, я ауыл қожалығыменен, я ресурсларменен адамдарды ұзақ бағып болмайды. Саяхат ету бірінші кезекте адам өзіне, өзінің мемлекетіне сырттан қарап бастайды. Өзінің атрапындағы адамларға. Адам, мәселен, 10 жылда бір жерде отырып үйренген затын 1 жылда саяхатта үйрену мүмкін. Соның үшін мен ең ахметлі нәрсе деп ойлаймын, саяхат ету керек адам. Көп нәрселердің шешімін жеңіл табасыз. Мәселен, көп қиыншылықтар, проблемалар бар, сол уақытта тезірек жеңілдеу тауып, оның жолдарын тауып, себебі сіз көбірек нәрсені көрдіңіз, сырттан қарай алдыңыз өзіңізге. Одан кейін саяхат ету әзір адамдар ойлағандай ондай бір қымбат нәрсе емес. Әзір енді түсініп келе жатыр. Мен баяғыда саяхат қылғанда ондай интернетте информация жоқ. Өзбекстан бұқарасы мына мемлекетті кесіп өте ала ма деген интернеттен информация іздесең, тауа алмайсың. Мәселен, 13-14 жылдары. Онша информация жоқ, басқа нәрсе жоқ. Тек қайсы мемлекеттерге баруға болады, кесіп өте ала ма? Бір адам тауып алып, зорға Филиппинге барып келген адамды, Малайзиядан Филиппинге барған, содан сұрап, рұқсат екен, бай қорқа беретін қой, бір мемлекеттен бір мемлекетке өтуге. Соның жауабы да жоқ та. Содан кейін сөйтіп план түзіп, сөйтіп саяхатқа кетуге болады. Саяхат ету қаншалық қымбат, арзан дегенде, бірінші кезекте уақыт пенен ақшаны алмастырасыз. Ақшаңыз көп болса, уақытты тез жейсіз. Уақытыңыз көп болса, ақшаны тез жейсіз. Мәселен, мысал келтіремін, сіз самолетті баруыңыз керек, Алматыға баруыңыз керек. Мәселен, самолеттен Нүкістен Алматыға барыңыз. Сіз пойызбен барсаңыз болады, сәл арзанлау болады. Одан кейін автостоппен барсаңыз болады, ол бесплатно болады. Автостоп деген жолда бас бармақты көрсетіп тоқтатып, мәселен, попутка дейді. Мәселен, Нүкістен Ургенчке дейін бір машин, я болмаса Бұхараға дейін баратқан бір машин болады, сөйтіп. Машиналардың көбісі фуралары пустой барады, қасында бос орын болады, соларға отырып Алматыға жетіп алуыңызға болады. Ол бір түрі, ұлыма бесплатны түрі. Жатақ жай мәселесі. Жатақ жай мәселесі, оның жаңағыдай қымбат ең лакшери түрі бар и бесплатны түрі бар.
лакшитуру өзүңүз билесиз, booking.com'dan издеп тауып алып жасай бересиз маселен. Оның ham жаңа фильтрі бар, қалеген суммаңызға қойып алып таусаңыз болады. Көп жерде гостиницалар, хостел деген нәрсе бар, двухъярусный кроватьта жатасыз, сол уақытта ол ең арзан түрі $5, $3. Мәселен Камбоджада мен $2,5 тұрдым да. Одан кейін және Couchsurfing деген сайт бар, ол бесплатно сізге. Мәселен Couchsurfing деген саяхатшылар мәселен Нөкіске кеткен болса, Нөкіске мен 3 күнге баратырман дейді, маған тұратын жер керек дейді. Мен сізге өзімнің басымнан өткен қызық историялар айтып беремін дейді. Сөйтіп келеді, сіз мәселен ағайыныңыздан келіп 3 күн болып кетуі мүмкін ғой. Оның орнына жаңа шетелдің адамы келеді, біріншіден каучсерферлер ешқашан сізден ауқат талап етпейді, тек жататын жер, душ, туалет болды, басқа нәрсе. Өзіңіз бергіңіз келсе бересіз ауқат. Қалған заттар бесплатно. Мен өзім көбінесе жаңағы Юго-Восточный Азияға бармақта адамдарға лишний жазбайтын. Просто Инстаграмда пост қойғандай қоятын да. Мен Куала-Лумпурға 2 күнге баратырман деймен, сөйтіп барсам қалеммен суретін сызып беремін деп айтатын. Сөйтіп мен жаңағы 10-15 маған запрос келеді. Сөйтіп ішіне сайлап аламын ең ұнаған. Адамдар 10-15 адамға жазып, біреу қабылдайды деп отырса, Өзбекстан дегеннен барған көп жерде жоқ еді, мәселен Филиппинде, Манилада, Лаос, Камбоджа, Шри-Ланкада мәселен. Өзбекстан деген, олар коллекцияда бір картаны толтырып барады барған адамға. Өзбекстан дегенне жоқ болғаннан кейін көбісі қабыл етуді қалайтын еді, үйіне мейман қылуды. Сөйтіп мен ішінен ең жақсысын сайлап алып, соң үйінде болып кететінім да. Кейін қайттан барсам, қайттан күтіп алады. Тәмесіне отказ жазып шығуым керек. Көп адам жазады, тәмесіне. Сөйтіп саяхат етесің. Өзбекстанда да бар ол. Мен мәселен өзім осы жерде да шетелден келген адамдарды сондай бесплатно үйімде тұрып кетеді. Үйде болады, көрсетемін былай, қаяққа бару керек, Дамасқа қайтып міну керек, неше сом беру керек. Қаяққа неше деген маршрут барады түсіндіріп. Ең несі ахметлісі ол жерде сіз сол жердің местный адаммен жасайсыз. Сол жердің тикар мәдениетін ішінен түсінесіз. Туристер үшін жаратып қойған нәрсе емес, саяхатшылар болып барасыз. Турист пен саяхатшының бар ғой. Турист ол тур пакетпенен барады, хамменен гидпенен жүріп деп көреді. Саяхатшы ол еркін адам да. Қалеген уақытта қалеген маршрутын өзгертуі мүмкін. Адамдар ойлайды саяхат қымбат деп, сол 0 суммадан бастап $1 мың дейін барады да, өзінің қалеген суммасын сайлап алып шығып кетуі мүмкін. $80 мен 80 мемлекетте айланған адамдар бар. Қазақстан, Россия, Белоруссия, Түркия, Азербайджан, Малайзия, Таиланд, Лаос, Камбоджа, Шри-Ланка, Филиппин. Қазақстан, Россия, ең біріншісінен бастайын Азербайджан, кейін Қазақстан, Россия, Түркия, Белоруссия, картадан мына жаққа өтеміз. Малайзия, Филиппин, Таиланд, Лаос, Камбоджа, Шри-Ланка. Қырғызстаннан бар айтпақшы. 12 күннен. Жастарға бірінші кезекте кәсіп таңдауда асықпауын қалаймын. Кәсіп таңдаудан алдын бір университетке басқа жерге кіруге асықпауын қалаймын. Бірінші саяхат етуін қалаймын. Саяхат етсе, мемлекеттерді көрсе, өзімнің тәжірибемнен кеп шыққан алда айтамын, саяхат ету қымбат нәрсе емес, даже бесплатно. Саяхат етуін қалаймын, көбірек жерлерді көрсін, басқа дүнияны көрсін, сана сезімін кеңейтірсін. Сөйтіп, содан кейін не қалауын түсінгеннен кейін неменен бір өмір шұғыланатын зат, олан бір өмір жолдас сайлағандай нәрсе да кәсіп деген. Сол нәрсені сайлауын қалаймын, асықпай.
И сол нәрсені мәселен одан кейін егер уже кәсіп сайлап болған болса, оқып жатырған болса, оқуды бітіргеннен кейін оқуын давам еттіру, өзінің үстінде істеп давам еттіру. Ол тек қана өзің тарау емес, мәселен тіл үйрену, таза навыклерді үйрену, басқа жаңалықтардан хабардар болып тұру. Ешқашан сол жас, өзіңнен кішкентайлау жастардан қалмау керек. Соларды үйреніп жатқан нәрселерден хабардар болып, сонда әрдайым топта болады, әрдайым керек специалист болады.